Good afternoon, children. How are you? I'm fine, thank you. What day is today? Great. Let's start the lesson then. Write the missing letters and guess today's topic. You're right, guys. The topic of today's lesson, our town. Guys, I'm going to give you a sticky now and as a repetition of the previous topic. We're going to split it into two groups by adding the letters on the back of that sticker. Children, as the letters given to you, USB, OLSOHC, KPRA, USMUEM. Okay? When compiling the words, it is divided into the first group where the word bus and school comes from, and the second group where the word park and museum comes from. Okay? The first group is called a sweet shop, the second group is called a greengrocers. Балалар, енді жаңа сөздікпен танысайық. Менімен қайталаңдар. Hospital, аурухана. Greengrocers, көкөністер дүкені. Sweet shop, тәттілер дүкені. Bakers, наубайхана. Butchers, ет дүкені. Supermarket, супермаркет. Post office, пошта бөлімшесі. Bank, банк. Жарайсыңдар, балалар. Балалар, енді келесі тапсырмаға назар аударайықшы. Read the sentence and complete. Яғни, оқыдан сәйкестендір. Бірінші сөйлемде бізде азық-түліктер берілсе, екінші нұсқалардан оны қай жерден алатынымыз жазылған. Бірінші сөйлемді оқып көрейікші. You can get bread from. А нұсқасы the butchers, Б нұсқасы the bakers, С нұсқасы the sweet shop, Д нұсқасы the greengrocers. Енді бірінші сөйлемге қайсы сәйкес келеді деп ойлайсыңдар? You can get bread from the bakers. Дұрыс айтасыңдар. Екінші сөйлемге көшейік. You can get lollipop from the sweet shop. Жарайсыңдар. Келесі үшінші сөйлемге көшейік. You can get apple from the greengrocers. Дұрыс айтасыңдар. Келесі. You can get meat from the butchers. Жарайсыңдар, балалар. Бұл тапсырманы сендер өте жақсы орындадыңдар. Келесі тапсырма. Listen, point and repeat then match. Яғни қазір мен сендерге видео қосамын, соны тыңдау арқылы сендер қайталап, суреттермен сәйкестендіріңдер. Doctor, pilot, firefighter, chef, police officer, baker, postman, vet. Балалар, сендер жаңа сөздерді қайталадыңдар ма? Жарайсыңдар. Ендеше видеоға назар аударайық. Town. This is my town. Let's look around. The first block is here. Here are a hospital and a bank. Hospital. Bank. The second block is here. Here are a post office and a fire station. Post office. Fire station. The third block is here. Here are a school, a library, a museum, and a park. School. Library. Museum. Park. The fourth block is here. Here are a police office and a supermarket. Police office. Supermarket. The fifth block is here. Here are a bus stop, a theater, a bakery, and a restaurant. Bus stop. Theater. Bakery. Restaurant. Isn't it wonderful? Come and see me. Балалар, сендер таун деген қала екенін білесіңдер. Қаладағы ғимараттармен таныстыңдар ма? Жарайсыңдар. Ендеше келесі тапсырмаға көшейік. What have they got in their bags? Look and match, then say. Балалар, суретте пошташыны, мал дәрігерін, көкөніс сататын саудагерді және наубайшыны көріп тұрмыз. Олардың сөмкесіне не салар едің? Қарап көрейікші. Green pepper. Green pepper. С нұсқасына кетеді. Дұрыс айтасыңдар. Мына жақта бізде берілген, енді қалғандарын сәйкестендіріп көрейік. Plasters. Plasters Б нұсқасына кетеді, яғни пластермен мал дәрігері жұмыс жасайды екен. Кеттік. Bread. Bread Д нұсқасына кетеді.
Lotion. Lotion бұ нұсқасына кетеді. Apples. С нұсқасы дұрыс айтасыңдар. Letters. А нұсқасы parcels. Бұл да бізде пошташыға кетеді екен. Muffins. Muffins бізде д нұсқасына, яғни наубайшыға кетеді екен, иә? Жарайсыңдар балалар, тапсырманы өте жақсы орындадыңдар. Енді бағана балалар біз екі топқа бөліндік. Тәттілер дүкені және де көкөністер дүкені бұл. Енді осы екі топ болып жарысып көрейік. Тапсырманы орындаймыз. Жарайсыңдар балалар, екі топта өте керемет орындап шықты. Демек, достық жеңді. Келесі тапсырма. Look at the pictures. Write the correct word under the picture. Балалар, сендер бағанадан бері жаңа сөздермен таныстыңдар. Енді өздерін суреттердің астына атауларын жазып көріңдер. Енді дұрыс жауаптармен сәйкестендіріп көріңдер. Барлықтарының дұрыс жауап бергендеріне сенімдімін. That concludes our lesson. Балалар, үй жұмысынан 51-ші беттегі 7-ші жаттығуды жазып келеміз. Тиісті сөздерді қою арқылы тапсырманы орындап келіңдер. Сендерге мына жақта мысал келтірілген. Let's give feedback at the end of our lesson. Балалар, енді сабағымызға кері байланыс жасайық. Мен істедім әдісі арқылы сабақтан үйренгендеріңді, білгендеріңді, не оқып, не түсінгендеріңді жазып өтіңдер. Лексикалық ойындар жаңа материалдарды меңгертуде және үйренгенді бекітуде жақсы нәтиже беретін тиімді оқыту әдісі болып табылады. Бұл шығармашылық және тілдік ортаға ену атмосферасын қалыптастыратын, психологиялық және сөйлесу кедергілерін жоюға көмектесетін құрал. Лексикалық ойындар қажет. Материалды меңгеру және сөздік қорын молайтуға, ағылшын тілінде сөздіктерді қайталау және бекітуге, оқу процесін белсендіру және танымдық белсенділікті ынталандыруға, тілді, психологиялық кедергіні және ағылшын тілінде сөйлеу қорқынышын жоюға қажет. Lexical games focus students' attention only on lexical material and aim to help them acquire and expand their vocabulary, illustrate and practice the use of words in situations of real communication. Thank you for your attention.